Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге лөлі кебап дайындаймыз. Ол үшін бізге тартылған ет, тартылған пияз, тартылған тәтті бұрыш және үткіштен өткізілген сарымсақ қажет. Тартылған етімізге, яғни фаршымызға пиязымызды қосамыз, тәтті бұрышымызды саламыз және үткіштен өткізілген сарымсағымызды қосамыз. Енді тұз бен қара бұрышымызды саламыз. Өз қалауыңызша кез келген дәмдеуіш қосуыңызға болады. Мен қызыл бұрыш пен тәтті қызыл бұрыш қостым. Енді барлығын жақсылап қолымызбен араластырып шығамыз. Дайын болған фаршымызды 5-10 минутқа гарнирімізді дайындап болғанша холодильникке қоя тұрамыз. Тұз бен бұрышы сіңу үшін. Мен лөлі кебаптың гарнирі картоптан болғанын қаладым. Алдын ала картопымды ашып, жуып, оны осындай үлкен бөліктерге бөліп дайындап алдым. Енді осы картопымыздың үстіне сұйық майымызды қосамыз. Алдымен тұзымызды саламыз, одан кейін қара бұрышымызды және кішкене тәтті бұрышымыздан қосамыз. Өз қалауыңызша кез келген дәмдеуіштер қосуыңызға болады. Мен өзімнің отбасыма ұнайтын дәмдеуіштер қостым. Дайын болған картопымызды духовкада пісіріп аламыз. Ол үшін бізге противень қажет. Оның үстіне пергамент қағазын төсеп, үстіне картошкамызды орналастырып шығамыз. Барлығын реттеп шығамыз. Енді жаңағы тартылған етімізден лөлі кебап дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай ең кішкентай шпажка қажет. Шпажка міндетті емес, егер де жоқ болса, онда пайдаланбай қоюыңызға болады. Лөлі кебабымыздың формасын осылай қолымызбен келтіреміз. Лөлі кебапты барынша үлкен етіп жасаңыздар, себебі ет піскен кезде оның формасы кішірейеді. Дайын болған лөлі кебабымыз бен картопымызды алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста шамамен 40-45 минут пісіреміз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан пісу уақытысын өз пешіңізге қарай анықтаймыз. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге болған Жансая.